Ассаламу алейкум, құрметті достар. Мына Ташкентская трасса дейді. Біздің тұратын Қарағалы деген жерге жүретін жолымыз. Мына қараңыздар, қандай керемет асфальтты жаңартып, және де мынандай жарықтарды салып қойған прожекторлар. Өте керемет. Осыны жасаған кісілерге Алла разы болсын дегім келіп тұр. Және де мына жолдың бойында пешеходтардың барлығын алып, төбеден өтетін пешеход салайын деп жатыр. Керемет нәрсе. Бұл жерде мен айтқым келіп тұрған, құрметті достар, көп жағдайда адамдар тек негатив жағын ғана көріп тұрады да, жол неге ондай болды, неге бітпей жатыр. Тіпті мына қарасаңыздар, осы керемет жолды көрмей, жаңағы Алтын Орданың үстіне өтіп жатқан мост неге бітпей жатыр деп айтып жатады да. Әр нәрсенің өзінің уақытымен, құрметті достар, міне көрсеткім келіп тұр, пешеходтың орнында мінекей салып жатыр мост. Адам айтады ғой, кімнің жүрегінде қандай еш шығады, оның іс-әрекетінде де сондай еш шығады дейді. Жүрегіңізде позитивке, махаббат, мейірімге, ауызбіршілік, ынтымаққа, жақсылыққа тола болатын болса, сіздің іс-әрекетіңізде, сөйлеген сөзіңізде сондай болады. Адамға жағымды, сондай тартымды болады. Ал егерде сіздің жүрегіңізден сондай сасық іріңнің еш шығатын болса, яғни негатив, реніш, өкпе, ашу, ыза, біреуді кінәлау деген сияқты, онда сіздің іс-әрекетіңізден де сол нәрсе көрінеді. Қараңыздар, қандай керемет мінекей. Барлығына адам өзінің қолында. Егер біз осы жолдың кереметін көріп, керісінше Құдайды мадақтап, жасаған адамдарға бір разылығымызды білдіріп, тек жақсылық ойласақ, жолдың барлығы осындай керемет болады. Құрметті достар, жолдарыңыз болсын, әрдайым жолдарыңыз ашық болсын.